Не үшін дәрігердің берген назначениесі сізге көмектеспейді? Өйткені дәрігерге сіз келген кезде дәрігер сіздерге рецепт жазып береді. Рецептте аптекаға неше түрлі дәрі-дәрмектер болады. Сіздер аптекадан бүткіл осы дәрілерді қымбат бағаға сатып аласыздар. Содан кейін осы дәрі-дәрмектің астында сіздерге рекомендация жазылады. Ұйқыны реттеу, дұрыс тамақтану, сұйықтықты достаточный количествода ішу, психосоматикамен жұмыс жасау, қосымша жаңағыдай диета сақтау, артық салмақтан арылу деген сияқты қосымша 6 рекомендация болады. Осы 6 рекомендацияны сіздер орындамайсыздар. Тек қана аптекаға барасыздар да дәрі аласыздар, дәрі сіздің проблемаңызды бәрін шешеді деп ойлайсыздар. На самом деле дәрі-дәрмек сіздердің қазіргі қатты ауырып тұрған жағдайыңызды жақсартады, бірақ основной проблема сізде неден болып тұр? Біздің ауруымыз себептерінің көп жағдайда бізде ұйқы дұрыс емес, нерв шаршаған, қосымша активный образ жоқ бізде. Бұлшықеттеріміз бәрі әлсіз, артық вес жинап алған, тәтті, неше түрлі газировкалар ішіп, кальцийдің бәрі ағзадан шығып кеткен. Содан кейін барып, конечно, ем ешқандай эффект бермейді. Сіздерге временно жағдайыңыз жақсарады, сосын қайта поликлиникаға келесіздер. Не үшін? Потому что қасындағы 6 рекомендацияны орындаған жоқсыздар. Бұны даже сіздер елемейсіздер да. Мен мысалы қанша консультацияда айтамын, сізде омыртқаңыз не үшін ауырып жатыр? Потому что сіздің бұлшықетіңіз әлсіз. Бұлшықетіңіз әлсіз болғаннан кейін қан айналымы бұзылады. Омыртқаның ортасында дисктер, қан айналымы бұзылғаннан кейін разрушаться ете бастайды. Дұрыс тамақтанбағаннан кейін кальций кете береді, омыртқа әлсірейді, бұлшықет әлсірейді. Содан кейін грыжада, протрузияда бәрі пайда бола береді. Әсіресе жастар, қазір жастардың ішінде омыртқа аурулары өте көп. Уже операция жасалып жатыр. Уже омыртқада әртүрлі сколиоздар. Не үшін? Қимыл жоқ. И бүткіл рекомендацияны сіздер орындамайсыздар. Сол үшін ешқандай ем нәтижелі болмайды. Пациент пен дәрігердің ортасында бүткіл жаңағыдай связь болу керек. Рекомендацияны түгел орындау керек. Өзіңе жауапкершілікті алу керек. Тек қана дәрігерге сілтемей, өздеріңізге жауапкершілікті алуларыңыз керек. Сіздер үшін дәрігер диета ұстап, сіздер үшін салмақты реттеп, сіздер үшін спортпен айналысып, сіздер үшін дұрыс тамақтанып, сіздерге бар тамақ істеп бермейді ғой. Сіздерге су бермейді ғой. Бір күнде қанша су ішу керек, соны апарып бермейді. Сіздер өздеріңіз істемесеңіздер, оны біз қалай сіздерге істеп береміз? Сол үшін ем ешқандай эффект бермейді.